топтан орталыққа дейін жетуге көмектесуін сұрайды. Мартин қызбен келіспейді, себебі олардың ұзақ уақытқа жеткілікті азықтары бар. Осылай інісі екеуі жолға шығады. Олардың артынан көмекке Беатрис пен тағы 2 адам ереді. Олар кездесіп, кішкене демалып алуды шешеді. Джин мен Лия бір жаққа шығып кетеді. Осы уақытта оларға бір топ адамдар келеді. Олар жастардың барлық заттарын тартып алады. Осы жағдайда Симона қашып кетіп, адасып қалады. Жолда бір баланы көріп, жаңбыр жауа бастаған соң оны бір ғимаратқа алып кіреді. Ол жерге ұлдың әкесі келіп, қызға рахметін айтады. Бірақ та қайта бөлінген уақытында бұл отбасыға бандиттер шабуыл жасайды. Осылай қыздың қашуына басқа амал қалмайды. Бұл уақытта Беатрис пен Расмус балалар үйіне келеді. Қыз кішкентай кезінде осы жерде өскен көрінеді. Расмус қыздың көңіл күйін көтеру үшін неше түрлі әңгімелер айтады. Бірнеше уақыттан соң олар қайта Симонаны кездестіреді. Бірақ бандит оларға тағы да шабуыл жасайды. Расмусты ұстап алып, барлық заттарыңды беріңдер деп сұрайды. Осы уақытта бункердегі жігіт келіп Расмусты босатуын талап етеді. Бірақ бандит жігітке пышақ сұғып үлгереді. Жігітті аман сақтау үшін олар 3-ші бункерге қарай бет алады. Келесімен бұл жердің астан-кестеңіне шыққанын көріп, тек қана жараны таңып қояды. Беатрис жігіттің қасына келіп, сенің қасыңда боламын дейді. Осы кезде бізге өткенді көрсетіп, Беатристің бір үйде кішкентай жағын өткізгенін айтып жатқанын білеміз. Осылайша бұл қыз Расмусты алдап соққан екен. Мартин болса карта тауып алып, белгісіз бір ұзын қабырғаның барын айтады. Оның ойынша одан арғы бетте ешқандай ауру жоқ, және қыздың да іздеп бара жатқан орталығы сол жақта көрінеді. Енді оларға ұзақ әрі қиын жолға аттануға тура келеді. Осылай Дождь сериалының алғашқы 3 сериясын бітірдік. Егер жалғасын көргің келсе, комментарийға жазуды ұмытпа. Келесі кездескенше.